Сәлем достар, енді мен қайта оралдым және бүгін не қарастырамыз. Біз алдыңғы сабақтарда 1С бағдарламасымен белгілі деңгейде таныстық. Яғни 1С бағдарламасы деген не, оның платформасы деген не, және онда орналасқан мысал ретінде келетін үлгі конфигуратор қандай болады, конфигурация деген не, бұл конфигурацияға жаңа қолданушылар қосу, оларға кілт сөз беру, сол сияқты бірнеше мағлұматтармен таныстық. Енді мен тағы да кішкене дайындық жұмыстарын жасадым, және сіздерге ары қарай не жұмыс жасаймыз, сонымен кішкене таныстырайын. Енді қараңыздар, былай жасайық. Мысалы, бізде бір қолданушы болған кезде, қазір бізде жағдай мынандай. Яғни бізде бір қолданушы бар, және ол осы платформаның көмегімен, 1С платформасының көмегімен біздегі орналасқан мәліметтер базасына, ол бізде файл түрінде тұр, осы мәліметтер базасына қол жеткізіп, және өзіне қажетті жұмыстардың барлығын жасайды. Мысалы, бухгалтерия конфигурациясымен осы есеп қисапқа қажетті барлық жұмыстарын жасайды. Енді мен бұл суретті әдейі көз алдымызда көрініп тұру үшін мысал ретінде келтірдім. Енді қарайық. Мысалы, мен қолданушымын және осы платформаны аштым. Енді платформа ашылды, және осы жерде біздегі мәліметтер базасы, мысалы, қай жерде орналасқанын көре аламыз. Ол бізде С дискісі, оның ішінде қолданушылар, бұның барлығын сіздерге алдында айттым. Яғни бізде мәліметтер базасы осы жергілікті компьютерде, өзіміздің алдымызда тұрған компьютерге файл түрінде орналасқан. Яғни ол бізде папка түрінде. Мен мынаны көшіріп алып, егерде осы компьютерден ашатын болсам, онда осы жерде бізде 1С бағдарламасымен жұмыс жасауға қажетті барлық файлдардың қазір тұрғанын көресіздер. Енді бұл бағдарламамен жұмыс жасау барысында осы бір қолданушы қалай жұмыс жасайды. Бір қолданушы ешқандай мағлұматтардың қосымша қалыпқа келтіру жұмыстарынсыз өзінің жұмысын оңай жасай береді. Алайда 1С бағдарламасының осы жасап шығарған мәліметтер базасы файл түріндегі, ол бізге тағы да қосымша мағлұматтар, яғни қосымша мүмкіндіктер береді. Мысалы, мен мына файлды жауып тастадым, оны бекер істеген сияқтымын. Сондықтан қайтадан ашып қарайық. Яғни 1С фирмасының жасап шығарған мәліметтер базасы бізге осы мәліметтер базасын бірнеше қолданушының қолдануына да мүмкіндік береді. Яғни осы 1С фирмасының жасап шығарған мәліметтер базасына, яғни бірнеше қолданушы қосылып, компьютерлеріне платформаны орнатып жұмыс жасай алады. Яғни өзіне қажетті жұмыстарды жасай алады. Осы кезде бізге бірнеше күрделі мәселелерді шешуге тура келеді. Яғни бірнеше қолданушыға осы файлға қол жетімділігін қамтамасыз ету және оларға платформа орнату. Енді бұл мәселені неге жасайды десеңіз, 1С бағдарламасының платформасы тегін емес, және ол бірнеше ақша көлемінде тұратыны белгілі, және оның конфигураторының өзі бірнеше мыңдаған теңгеге сатылады. Яғни бұлар жасаған конфигурация, яғни ол бірнеше ақшаға сатылынып алынады. Сондықтан бұл мәліметтер базасымен және конфигуратормен және 1С предприятие платформасымен бір ғана жұмысшының жұмыс жасағаны, ол кейбір кіші компанияларға тиімсіз, яғни оған бірнеше қолданушылар қолданады. Соның ішінде нақты сандар беретін болсақ, осы мәліметтер базасына, файл түріндегі мәліметтер базасына 10 қолданушыға дейін қосыла алады. Яғни мәліметтер базасы 8-10 қолданушының арасында жұмыс жасауға ешқандай кедергісіз жұмыс жасауына, өзіне қажетті барлық мағлұматты енгізіп, өзгертуге және оған қол жеткізуге мүмкіндік береді. Сондықтан сізге осынша қолданушыны қосу үшін бізге Microsoft компаниясының серверлік операциялық жүйесі қажет болуы мүмкін. Әрине, оған біз Linux-ты да қолдануымыз мүмкін, және Linux негізі тегін, арзан, яғни тиімді шешім болуы әбден мүмкін. Алайда көп жағдайда менің білуімше Windows серверді көп қолданады. Себебі бір жағынан ол системный администратор дейді, яғни біздің осы IT мамандарға басқару оңай болады, және көп жағдайда жұмыс жасауға ол үйреншікті болып кеткен. Бірақ кейбір компанияларда қаражатына байланысты Linux системасын қолдануы әбден мүмкін. Енді біз қазір Windows сервер операциялық жүйесін орнатамыз 2008, және ол бағдарлама бізге қандай мәселелерді шешеді деген сұраққа келеміз. Енді қараңыздар, бір компанияда бірнеше компьютер қосылу үшін ол осы кәдімгі біздегі орнатылған
жұмыс үстеліне орнатылған операциялық жүйеде жұмыс жасай алмайды. Себебі бұл операциялық жүйеге ұзақтан бір компьютер қосылғанмен бірнеше қолданушының қосылуы мүмкін емес. Яғни бірнеше қолданушы бұл жұмыс үстеліне арналған компьютерге қосыла алмайтыны анық. Және де осы 1С бағдарламасын көптеген қолданушылары болса, онда оның жаңарту жұмыстары, тағы да бірнеше жұмыстарды осы серверлік операциялық жүйемен шешкен дұрыс. Енді келесі бөлімге кететін мағлұматтар кішкене күрделі әрі технологиялық, техникалық терминдерге толы. Сондықтан мен сіздерді бастауыш деңгейдегі бірнеше осы жағынан мағлұматы бар IT мамандары ретінде ары қарай таныстырамын. Сондықтан кейбір мағлұматтарды жіберіп алуымыз да мүмкін. Жалпы бұл сабақ бастауыштарға арналған түсінікті, алайда кейбір мағлұматтар жіберілсе, онда сіз оны қосымша интернеттен қарап, өзіңіз бұл технологиялардың не екені туралы таныссаңыз болады. Енді біз Windows Server 2008 операциялық жүйесін орнатып, қандай артықшылықтар аламыз? Мен қазір мына жерге жазып қояйын. Яғни, біз Windows Server 2008 операциялық жүйесін орната отырып, бірнеше мәселені шешеміз. Ол қандай мәселе? Егер осы 1С бағдарламасын компанияда 8-10 қолданушы болса, онда осы Windows серверді немесе Linux-тың ұсынып отырған операциялық жүйелерін, серверлік операциялық жүйелерін орнатқан бізге тиімді болуы мүмкін. Яғни, бұлар қандай мәселені шешеді? Енді мен ойлаймын, кішігірім компаниялардың өзінде осы Windows серверді немесе Linux-ті Active Directory Domain Controller ретінде қолданады, яғни доменді басқару рөлін атқарады. Бұл яғни серверлік операциялық жүйелер осы домен жасалынады, және осы доменге кірген бірнеше компьютерді басқарады. Яғни ол компьютерлерде мысалы қолданушыларға бірнеше шектеулер қоюымен қатар, қолданушыларға ортақ қолданысқа көп деген артықшылар беретіні де түсінікті. Енді Windows Server 2008 операциялық жүйесімен сіз қосымша тағы танысып, бұл серверлік операциялық жүйенің не жұмыс атқаратынын көресіздер деген ойдамын. Соның ішінде бізді қызықтырып отырғаны ол доменді басқару рөлін қосамыз. Терминал сервер жасаймыз, яғни терминал сервер деп отырғаны осы операциялық жүйенің рөлі, ол қандай рөл? Ол осы бірнеше қолданушы бір компьютерге кіргенде барлығы параллель бір компьютерде жұмыс жасауына мүмкіндік беретін бағдарлама. Енді ары қарай тағы қандай мәселе? Яғни файл сервер ретінде қолданамыз. Сосын демек осы бізде қазір жергілікті компьютерде орнатылған мәліметтер базасын біз осы серверлік операциялық жүйеге орнатамыз, және осы қолданушылардың барлығына осы файлға мүмкіндік береміз. Сондай-ақ веб сервер ретінде қолдану, яғни осы Windows Server 2008-де ол IIS деп аталады, ал Linux-те ол Apache. Сондықтан бізде қазір мысалы веб сервер ретінде қолданамыз IIS рөлімен, және 1С-тің сервері бар, онымен де болашақта танысамыз. Яғни 1С сервер, осы 1С серверді де Windows Server операциялық жүйесіне орнатамыз. Сондай-ақ дерекқорды басқаратын құрал осы PostgreSQL деген қосымша реляциялық дерекқорды басқару құралы бар. Осы программаны да операциялық жүйеге Windows Server 2008-ге орнату мүмкіндігін қарастырамыз. Енді мен сіздерге бұл жерде біздің қазіргі уақытты қарастыратын 3 мәселені айтайын. Яғни олар қандай? Бірінші, осы Windows Server 2008 операциялық жүйесін Active Directory Domain Controller ретінде орналастыру, және терминал сервер ретінде орналастыру, және файл сервер ретінде орналастыру. Одан кейінгі мәселені менің ойымша осы Linux операциялық жүйесінің CentOS дистрибутиві арқылы шешкен бізге тиімді болады деген ойдамын. Ал енді мына үшеуін неге Windows Server 2008-де көрсетті десеңіздер, сіздерге танысу ретінде, яғни болашақта сіздер осы көп жағдайда Windows сервермен де жұмыс жасауларыңыз әбден мүмкін. Енді Linux-ке ауысып жатсаңыз, ол өзіңіз үшін де, компания үшін де тиімді болары сөзсіз. Сондықтан мен не істеймін? Қазір мен Windows Server 2008-ді орнату сабағын жаздым. Сол сабақпен танысыңыздар, және ол жерде қандай мағлұмат беріледі. Сіздер көріп отырған, жұмыс жасап отырған біздің машинамыз, ол виртуалды машина екенін сабақтың басында айтып кеткенмін. Енді мен не істедім?
Бізге қазір мына виртуалды машинаны кішірейтсем, бізде осы операциялық жүйеде бірнеше виртуалды машинаның тұрғанын көресіз. Соның ішінде бізді қызықтырып отырғаны Windows Server 2008 A2 64 биттік жүйесі, және осы операциялық жүйені орнатуды көрсеттім. Сондай-ақ мен өзімде тұрған виртуалды машинаның нұсқасын өзгерттім. Яғни ол қандай? Менде алдында жұмыс жасаған нұсқасы ол 9-шы нұсқа болатын, ал қазір менде 11-ші нұсқа. Сондықтан сіздер де осы виртуалды машинаны орнатсаңыз болады, және оған Windows Server 2008-ді орнатсаңыз болады. Енді бұның барлығы сізге осы көрсетіп отырған сабақты тәжірибе жүзінде қолмен жасап танысуға, сондай-ақ болашақта шын өмірде қолданғанда тез үйреніп кетуіңізге мүмкіндік береді деген ойдамын. Сондықтан келесі сабақты қараңыздар, ол жерде Windows Server 2008-ді орнату және осы виртуалды машиналармен жұмыс жасауға мүмкіндік беретін VMware Workstation бағдарламасын орнату сабақтары жазылған.